Армысыздар, құрметті тыңдарман. Бүгінгі әңгіменің аты сенім. 9 жасар Алманың күніге көретіні ішкіш анасының отырысы. Анасы арақтан көз ашпайды, балалары жайлы мүлдем ұмытқан. Сәулеге олардың тағдыры мүлде қызық емес. Себебі оның жақыны үстел үстіндегі арағы мен өзі сияқты алқаш достар еді. Алманың әкесі бөлек, өгей әкесінен 6 жасар бауыры мен 4 жасар сіңілісі бар. Қос бауырын бағу Алманың мойнында. Анасының жай күйі бүкіл ауылға мәлім. Оның өгей әкесі де осы қуарақтың кесірінен өмірден озған болатын. Алма күніге көршілерге барып жұмыстарын жасап береді. Ауыл адамдары оның кішкентай бола тұра еңбек құрылғына тәнті еді. Оған еңбек ақысын берсе, Алма оның орнына олардан азық-түлік сұрайтын. Гүлжан апай, маған ақша бермеңіз, орнына азық-түлік беріңізші. Себебі анам менен ақшаны алып араққа жұмсайды. Сондықтан бауырларым аш қалады. Сізден өтінемін. Жақсы қызым, мына азық-түлікті ала ғой. Осылай Алманың өмірі өтіп жатты. Анасы болса таңын арақтан бастап күнін арақпен батырады. Уақыт өте келе Алма бой жеткен сұлу қызға айналды. Бірақ тағдырдың қиыншылығы ешқашан бітпеді. Енді анасының қатарына бауыры мен сіңлісі де қосылған еді.